Барлықтарыңызға сәлем. Мен оңай жасалатын лагман рецебін ұсынамын. Ол үшін бізге ет қажет. Мен етті алдын ала турап дайындап алдым. Төрпішті етіп турап аласыздар. Жұқалау қылып тураларыңызға болады. Кейін картоп қажет. Оны да ұсақ етіп төрпішті етіп кубикке етіп турап алдым. Бұл жерде менде сәбіз, соломку, пиязды мен төрпішті қылып турадым. Және де қызанақты төрпішті етіп турап алдын ала барлығын дайындап қойдым. Және де сұйық май қажет болады. Шұңғыл таба немесе қазан аласыздар. Сонымен қолданамыз. Гарнирге мен спагетти жасадым. Спагеттиді жаңағы жай ғана суға пісіріп алып, кейін жаңағы салқын суға шайып алып дайындап қойдым. Шұңғыл таба немесе қазан аласыздар. Үстіне азғантай жаңағы сұйық майды құйып, етімізді қуыратын боламыз. Етіміздің барлығын салып, етті алдын ала енді суға шайып аласыздар. Кейін осылай жаңағы қазанымызға немесе шұңғыл табамызға салып, жақсылап тұрып араластырып, біраз 5-10 минуттей шалақ қуырылғанға дейін араластыратын боламыз. Крышкасын жауып қоясыздар. Кейін 5-10 минуттен кейін біраз суы тартылды. Оған жаңағы пиязымызды, сәбізімізді және қызанағымызды жібереміз. Барлығын араластырып, тағы да 10-15 минуттай қуыратын боламыз. Газдың астын мен орташадан төмен етіп қойдым. 5-10 минуттан кейін қақпағын ашып үстінен тұз және де бұрыш себетін боламыз. Кейін жаңағы 10-15 минут уақыт өткеннен кейін осы жаңағы лагманымыздың үстіне картоплымызды саламыз. Картоплымызды 3-4 суға міндетті түрде шайып алыңыздар. Барлығын салып аламыз. Картоп салғаннан кейін картоплымыздың үстіне томат пастасын саламыз. Мен жалпы 1,5 қасықтай салдым. Оны енді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша, егерде томатты ұнататын болсаңыздар, кішкене көбірек салуға да болады. Барлығын араластырып, тағы да 5 минутке ғана қоямыз. 5 минуттан соң осының үстіне суымызды құятын боламыз. Шамалы 5 минуттан кейін мен жаңағы су құйдым. Менде кружкам 200 мг кружка. 200 мг кружкаменен мен шамалы 2,5 стақандай су құйдым. 2,5 стақандай су құйдым. Сол жеткілікті. Кейін қақпағын жауып 40-45 минуттай еттің жұмсақ болып піскеніне дейін қойып қоясыздар. Міндетті түрде сорпаның тұзын тексеріп аласыздар. Кейін осылай спагеттиді табағымызға саламыз. Үстінен дайын болған жаңағы подливымызды, яғни лагманымызды құямыз. Үстіне қалауларыңыз бойынша укроп себулеріңізге болады. Кейін жаңағы спагеттимен араластырып жегенде өте дәмді, күшті болып шығады. Бұл лагманнан ең оңай рецебі, өте тез жасалады, оңай жасалады, бірақ дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер, ұнаса каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.